Сәлем достар, менің есім Қайырбек, мен химия пәні мұғаліммін. Бүгін біз сіздермен химия нені зерттейтіні, химия дегеніміз не және неге оқу керек екенін үйренеміз. Осы үш сұраққа жауап беріп көрейік. Химия деген не? Ол нені зерттейді? Және неге біз оны үйренуіміз керек? Бірінші, соңғы сұрақтан бастайтын болсақ, неге біз химияны үйренуіміз керек? Және химия қай жерде кездеседі? Химия айналамыздағы көптеген заттардың барлығы химиямен байланысты. Мәселен, тамақтан алатын болсақ, сіздердің жейтін тамақтарыңыздың 99%-ы химиялық реакциялардың нәтижесінде алынған минералды қосылыстардың арқасында өседі. Егер де ол минералды қосылыстар болмаса, астық, яғни ол тамақ біздің үйге келмеуші еді. Киімімізді алатын болсақ, киімнің барлығы химиялық процестердің нәтижесінде пайда болады. Оны тазарту, залалсыздандыру, бояу, тағы да басқа процестер химиялық процестерге жатады. Автокөлік жөндеу, автокөлік құрастыру, авиа ұшақтарды құрастыру барлығы химиялық процестердің нәтижесінде пайда болады. Материалдарды дайындау, бұйымдарды жасау, бұл да химиялық технологияға жатады. Ал биохимиялық процестерді айтатын болсақ, тыныс алу, бұл да химиялық процесс, фотосинтез, метаболизм, ас қорыту, ойлану, жүйке жүйесінің жұмысы барлығы химиялық процестердің нәтижесінде орын алады. Сонымен химия ол өте маңызды, өте қызықты және өте оңай пән. Егер де біз бірінші сұраққа келетін болсақ, химия деген жалпы не? Сіздер осыған дейін жаратылыстану пәндерін оқыдыңыздар. Оларға қандай пәндер жатады? Қандай салалар жатады? Жаратылыстану. Жаратылыстануға физика, биология, география, астрономия, геология және химия жатады. Яғни химия жаратылыстану ғылымдарының бірі. Бұл ғылымдар ол қоршаған ортаны, табиғатты, айналамыздағы барлығын зерттейді. Химияны түсіндірмес бұрын, бірінші сіздерге екі бір ұғыммен таныстырайын. Бұлар дене, немесе оның синонимі материя. Және екінші ұғым зат. Бірінші денеден бастайтын болсақ, дене бұл кез келген массасы және көлемі бар зат. Массасы және көлемі бар зат. Мысалыға, айналамыздағы барлық нәрсені денеге жатқызуға болады. Компьютер, автокөлік, үй, күн, жер, ауа, су, бұлардың барлығы денеге жатқызуға болады. Өйткені олардың барлығында масса және көлем болады. Енді зат дегеніміз не? Денеден оның қандай айырмашылығы бар? Зат химиялық құрамы сақталатын және оның қасиеті сақталатын дененің формасы. Химиялық құрамы және қасиеті сақталатын дене формасы. Мысалыға, затқа не жатқызуға болады?
заттың денеден айырмашылығы, дене әртүрлі заттан тұруы мүмкін. Мәселен, біз қарапайым суды алатын болсақ, краннан ағатын су, ол дене ма, зат па? Оны біз денеге жатқызамыз. Себебі краннан ағатын судың құрамында су болады, әртүрлі минералдар болады, тұздар болады, металл иондары болады. Сонда әртүрлі қоспалардан тұрады. Ол дене. Өйткені оның массасы және көлемі бар. Ал зат сол кранның суының құрамындағы бір ғана химиялық құрамы тұрақты және қасиеті тұрақты бір ғана зат. Ол судың өзі, таза су. Таза суды көрген болсаңыздар, оның құрамында ешқандай тұздар, минералдар немесе иондар болмауы тиіс. Бұл зат болады. Немесе сол кранның ішіндегі судың бір тұзын немесе бір минералын бөліп алатын болсақ, ол бізде затқа айналады. Яғни заттар денені құрайды. Осы мысалды әкелетін болсақ, жазатын болсақ, кран суы бұл бізде дене. Оның әртүрлі компоненттері бар. Су, тұз, минерал, металл иондары. Оның ішінде суды алайық. Бұл зат. Таза суды айтып отырмыз. Енді су неден тұрады? Молекула. Ол өте кішкентай бөлшектер. Химиялық құрамы тұрақты. Және молекула атомнан тұрады. Енді кран суымен кімдер айналысады? Қай маман иелері бұл кран суына жауап береді? Көбінесе су жүйесінде жұмыс істейтін мамандар. Су жүйесіндегі мамандар. Ал таза сумен кімдер айналысады? Технологтар. Яғни бізге келетін судың технологиясын зерттеп, оның таза немесе мынандай қоспалардан тұратынын бізде технологтар зерттейді. Ал атомдарды кім зерттейді? Химиктер зерттейді. Келесі мысал, ақша. Банкнот, қағаз. Ол қандай компоненттерден тұрады? Бұл негізінен қағаздан тұрады, бояулардан тұрады, әртүрлі металдардан тұрады, және әртүрлі полимерлерден тұрады. Соның ішінде біз бір ғана затын алайық, қағаз. Егерде ақша дене болатын болса, оның ішіндегі таза қағаз ол зат болады. Қағаз неден тұрады? Целлюлоза. Целлюлоза неден тұрады? Құрылымдық буын. Яғни бұл полимер болғандықтан құрылымдық буыннан тұрады. Құрылымдық буын неден тұрады? Атомнан тұрады. Сонымен, ақшамен кімдер айналысады? Банкирлер. Ал ақшаға дайындалатын қағазбен кім айналысады? Қайтадан технологтар. Өзінің жеке технологтары. Егерде біз атомға келетін болсақ, бұнымен химиктер айналысады. Келесі мысал. Көлік, автокөлік. Көлік бұл дене әртүрлі компоненттерден тұрады. Оның ішінде бамперді білесіздер. Ол көліктің бір бөлігі. Бампер неден тұрады? Әртүрлі компоненттерден тұрады. Мысалыға пластмасса, бояу, тағы да басқа. Оның ішінде пластмастан алайық. Пластмасса неден тұрады? Әртүрлі полимерден тұрады. Полимер құрылымдық буыннан тұрады. Құрылымдық буын атомнан тұрады. Көлікпен немесе бампермен бұны біз денеге жатқызатын болсақ екеуін, пластмасса бізде зат болады. Көлік және бампермен автожөндеуші механиктер айналысады. Ал пластмасса полимермен технологтар айналысады. Ал атоммен химиктер айналысады. Тағы бір соңғы мысал. Адамды алатын болсақ, дене ретінде адам әртүрлі бөліктен тұрады. Қол, аяқ, бас, тағы да басқа.
Соның бір компонентін алайық. Қол. Қол неден тұрады? Сүйек, май, тері, бұлшық ет, тағы да басқа. Соның бір компонентін алайық. Бұлшық ет. Сонда адам және қол бұл денеге жататын болса, бұлшық етті зат деп алуға болады. Бұлшық ет зат болатын болса, ол неден тұрады? Бұлшық еттің компоненттері ұлпалар. Немесе ткань деп орысша аталады. Ұлпалар неден тұрады? Жасуша, клетка. Клетканың ішінде нелер бар? Цитоплазма, митохондрия, ядро, әртүрлі компоненттер бар. Ядроның ішінде не бар? Хромосома. Хромосома неден тұрады? ДНК-дан. ДНК неден тұрады? Атомдардан. Сонда адамды және қолды кімдер зерттейді? Врачтар, докторлар. Бұлшық ет, ұлпалар, жасушаларды кімдер зерттейді? Лаборанттар, әртүрлі мамандар. ДНК немесе хромосоманы кімдер зерттейді? Генетиктер. Ал атомды кімдер зерттейді? Химиктер. Сонымен, химия дегеніміз не? Бұл өте ұсақ, әрбір дененің өте ұсақ бөлшектерін зерттейтін ғылым және барлық денелердің құраушы бөліктерінің өзгерістерін және процестерін түсіндіретін ғылымның бір бөлігі. Сонымен, жалпы химияға бір анықтама беретін болсақ, химия бұл атомдардың өзгерісін зерттейтін жаратылыстану ғылымының бір бөлігі. Сонымен оқушылар, бүгін біз химия деген не деген сұраққа жауап бердік. Ол нені зерттейді және неге оны үйренуіміз керек? Осы 3 сұраққа жауап бердік. Бұл өте қызықты сала, сондықтан сіздермен алдағы уақытта жиі кездесеміз деген ойдамын. Сау болыңыздар.